Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте қарапайым панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл заттар әрбір қыз-келіншектердің үйінде бар заттар. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыз. Таңғы асқа өте таптырмас жақсы идея меніңше. Ол үшін ыдысымызға 1 стакан кефир құямыз, айран құямыз да оған жарты чай қасықпен ас содасын қойып 5 минутқа қойып қоямыз осылай. Сосын басқа ыдысымызды алып, ішіне 1 жұмыртқа саласыздар және 2 қасық қант саласыздар. Ас қасықпен қант саласыздар. Енді тәттірек болсын десеңіздер, тағы да жарты қасық қосуларыңызға болады. Қантты қосып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Осындай аппақ болып көпіруі керек. Осы массамызды жаңағы қойып қойған айранның үстіне құямыз. Айранның үстіне құйып, сосын лопатканың көмегімен астынан үстіге қарай ақырындап араластыратын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей жасасаңыздар. Және бұның үстіне 1 стакан ұн қосамыз. Ұнды ситадан өткізіп алғандарыңыз дұрыс болады. Өйткені қамық-қамық болып түйіршіктеліп қалып қалмас үшін. Ситадан өткізіп, осылай араластырсаңыздар, 1 келкі болып шығу керек. 1 келкі болып шыққанға дейін жақсылап тұрып араластырасыздар. Осы массамызды 1 келкі қылып араластырып болған соң, үстіне 2 қасық сұйық май құясыздар. Ас қасықпен. Оны да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Бұл кезде сіздер табаларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. Осылай дайын болған массамызды ақырындап пісіруге кірісеміз. Менде осындай антипригарный дейді ғой, жабыспайтын таба, сондықтан сіздерде де осындай болса өте керемет болады. Өзіңіз мөлшермен алып осылайдан саласыз, және де өте оңай, өйткені қазір мынандай пузырлар шығады. Көрдіңіздер ме? Бұл уже пісті деген сөз. Асты пісті деген сөз. Ақырын аласыздар да аударасыздар келесі бетіне. Өстіп барлық панкейктерімізді пісіріп аламыз. Осымен дайын. Көрдіңіздер ғой, өте қарапайым, өте оңай, тез. 10-ақ минутта, сіздердің 10 минут қана уақыттарыңызды алады. 10 минутта дайын болатын панкейктер. Сосын өздеріңіз қалауларыңызша осылайынан әрлеп, сәндеп, таңғы асқа балаларыңызға, жолдасыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын барлықтарыңызға. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Соны жіберіп алмас үшін маған тіркеліп кетіңіздер.